Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа ашық үндеу. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, ғасырлар бойы көзіміздің қарашығындай етіп сақтап келе жатқан қазақтың мәдениетінен әсте-әсте айырылып жатырмыз. Бұл дегеніміз алдағы уақытта ұлтымыз үшін үлкен қасірет болайын деп тұр. Бүгіннің өзінде рухани дағдарыстың босағасында тұрмыз. Қазақстанда тұрып жатқан қазақ азаматтарының ұлттық мәдениетін сақтап қалу үшін құқықтарын ең болмаса елімізде еркін тұрып жатқан ЛГБТ өкілдерімен теңестіруіңізді сұраймыз. Бұлай айтудың өзі ұят әрине, бірақ заң тұрғысынан шындық осындай, өкінішке орай. Ақырындап ұлттық мәдениетімізден, құндылықтарымыздан, салт дәстүрімізден айырылып жатырмыз. Бұлай дейтінім бірінші жағдай. Мысалы, егер бір иманды азаматымыз иман туралы, тура жол туралы, шариғат туралы аузын ашса немесе парақшасына жазса, онда ол адамға Қазақстан Республикасының әкімдік құқық бұзушылық кодексінің 490 бабының 3 бөлігімен 306 мың теңгеден жоғары айыппұл салынады. Ал ЛГБТ өкілдері өздерінің азғын идеологиясын айтып бөлісіп жатса да, оларға еш жаза жоқ, айыппұл жоқ. Екінші жағдай, мысалы өзіміздің намаз оқитын бір азамат рұқсатсыз жерде, яғни кез келген ыңғайлы оқшау жерде, сауда орталықтары болсын, саябақ болсын, тағы басқа жерлерде намаз оқса, оған Қазақстан Республикасының әкімдік құқық бұзушылық кодексінің 490 бабының 1 бөлімі бойынша 153 мың теңгеден жоғары айыппұл төлетеді. Ал ЛГБТ өкілдері қоғамдық жерлерде ашықтан ашық, еркекпен еркек, қызбен қыз сүйісіп, өздерінің бір жынысты қарым-қатынастарын халыққа ашық көрсетіп, оны солай насихаттап жүрсе де, оларға жаза да, айып та жоқ. Ал сол бір жыныстылар ашықтан ашық сүйісіп, аймаласып отырған қоғамдық жерлерде кішкентай балалар да жүреді. Оны көрген кішкентай бүлдіршіндердің санасы сынбайды ма, бұзылмайды ма? Үшінші жағдай, егер ЛГБТ өкілдері өз құндылықтары туралы қағаз таратса, яғни листовки дейміз, брошюрки дейміз, парақшаларында азғындыққа үгіт насихат жүргізіп жатса да, көшеге өз ұрандарымен шығып жатса да, олар айыпталмайды. Ал егер бір азамат иман туралы, тура жол туралы бір ауыз айтса, болмаса қағаз таратса, оған әкімдік құқық бұзушылық кодексінің 490 бабының 1 бөлігінің 3 тармағы бойынша 153 мың теңгеден жоғары айыппұл салынады. Бұл туралы ұзақ тізіп айта берсе болады. Және осы айтылған жағдайларға қатысты айыппұлға ілінген іс жүзінде жазаланғандар да бар. Өз елімізде біздің төл мәдениетіміз қорланып, батыстық өгей құндылықтар мен азғын мәдениеттері асқақтап барады. Бұлай сұрау өте ұят әрине, бірақ құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, сізден өз жерімізде, өз отанымызда бізге, яғни қарапайым саналы ата-аналарға, ұрпағының болашағы үшін шырылдап жүрген иманын сырып тастамаған азаматтарға, ең болмаса елімізде тайраңдап жүрген осы ЛГБТ өкілдерімен